Қайырлы күн достар. Бүгін өте дәмді, әрі пайдалы бауырдан котлет жасаймыз. Менде бүгін жылқының бауыры, оны осылай сыртқы пленкасын алып тастап, бір түйір сарымсақты аршып аламыз. Кейін осылай кішкентай бөліктерге бөліп, ет тартқыштан өткіземіз. Бауырымыз дайын болды. Енді оның үстінен тұз, қара бұрыш, жұмыртқа, сүт және де ұн қосамыз. Жақсылап араластырып шығамыз. Табамызға сұйық май құйып, жақсылап қыздырып аламыз да бауырларымызды қуырамыз. Баршаларымызға ас болсын.